Екі кештің арасында бөлеген телефон шалды. Амандық саулық жоқ бірден. Достым, үйдесің бе, кетіп қалма. Төкеңдікіне барамыз. Қазір 2-3 адамды машинама мінгізіп алам. Барып төкеңді әйелінен ажырастырамыз. Не болып қалды, тыныштық па өзі? Сұрама, өткенде айтып едім ғой. Сол рас шықты деп бөлеген ұялы телефонды өшіре салды. Біз кешкі асты енді ішіп болып еді. Қарсы алдымда отырған Марияш кім ол, не дейді? Не боп қапты деп сұрақтың астын алды. Звондап жатқан бөлеген екенін, өзімнің де онша түсінбегенімді, қазір оның ағасы Төлегеннің үйіне баратынымызды айтып, әзер құтылдым. Ал егер Төлегенді әйелінен ажыратуға бара жатқанымды айтар болсам, онда анық тергеудің астында қалар едім. Темекімде үзуме қыстырып, балконға шықтым. Көз алдымда Төлеген мен әйелі Айымгүл келе қалды. Төлеген жасы 40-тан асқан, қырма сақал, жігіт ағасы, бойы ортадан жоғары, қой көзді, қалың қасты, сидиған арық, мұрны қоңқиған ауыл қазағы. Өзі бір күлсе рахаттана күлетін, титтейде арамдығы жоқ аңқылдаған кісі. Міне, сол аңқылдаған мінезі үшін қалтарысы көп мына заманда таяқты жеп-ақ келеді. 10 жылдық мектепті бітіріп әскерге барып келген соң әкесі марқұм тірі кезінде атастырып қойған Маржанға үйленді. Маржан үңкінің баласындай кірпігі жыпылықтаған қыз еді. Бізден бір класс жоғары оқитын. Мектепті де бітірмей Төлегенге күйеуге шығып кетті. Өкінішке орай екеуінің құрған шаңырақтар баянды болмады. 3-4 жылдан кейін ажырасты. Естуімше Маржанға басқа бір жігіт өлердей ғашық екен, қоймай жүріп ақыры бір баласымен алып қашып кетіпті. Сондықтан оларды ажырасты деуге де келмес. Ыза болған Төлеген әйелінің үйде қалған көйлек көншегін, төркініне келген көрпе жастығын қораның қақ ортасына жинап, от қойып өртейді де ертесіне Шымкент қайдасың деп тартып отырады. Бұл кезде біз інісі Бөлеген екеуміз институттың 2-ші курсында оқитынбыз. Жатақхананың комендантымен келісіп, Төлегенге орын алып бердік. Содан ол біраз күн жынсыз бақсыдай болып жүрді де, бұрынғыдай арқын-жарқын қалпына қайта түсті. Біздің институтта бір жігітке 5 қыздан келетін, курстағы қыздардың арасында бір жұлымырлары болатын. Солар үйрене келе Төкеңді кезек-кезек қолтықтап алып, менің күйеуім дейтінді шығарды. Ондай кезде Төкеңнің екі беті дуылдап, қызарып шыға келетін. Уақыт өтіп жатты. Әскерде жүргенде алған электрик мамандығым зауытқа кірді. Жұмысы 3 ауысымдық еді. Алатын айлығы әжептәуір болғанмен, бойдақ адамға қайдан жетсін. Көп ұзамай жатақханаға да электрик болып орналасты. Тіпті арагідік біреулердің де жұмысын істеп беретін. Бір күні Бөлеген келді де екі өкпесін қолына алып, достым, айтшы, ана Төлегенге, ол жағызға жоламасын, оның қандай қыз екенін білесің ғой. Аңқаудың ақшасын сорып тауысатын болды. Мені қойшы, ауылда аузын ашып отырған анасына да көк тиын бере алмай жүр. Қуаяқ ол жағыздың есебін тауып, оған тиіп алуы да мүмкін. Өзің неге айтпайсың? Айта-айта шаршадым, түсінбейді, тура басын айналдырып қойғандай. Онда не істейміз? Мен сөйлесуін сөйлесем ғой, бірақ сөзден ешнәрсе шықпаса қайтеміз. Одан да ол жағыздың аузынан қитып, Төкеңді Забираға үйлендіріп қояйық та. Ол Төлегенге тиер ме екен? Әрине тиеді, жасы да өтіп барады. Бізден 2-3 жас үлкен. Қысқы сессиядан кейін стипендия ала алмаған соң қатты қиналып жүр. Ауылынан ақша жіберетін ешкімі жоқ, әкесі ауру, шешесінің тапқаны балаларынан артылмайды. Өткенде маған сырын айтып, осы оқуды қоя тұрсам бекен, қатты қиналып кеттім деген. Егер көнсе тамаша болар еді. Сол күні-ақ Забирамен оңаша отырып сөйлестім. Осылай да осылай. Сен біздің ағамыз Төкеңе күйеуге шық. 1-2 жылда зауыттан пәтер алады. Әзірше осында тұра беріңдер дедім. Забира көнбей қойды. Ол жағызбен жүреді дейді ол. Бар болғаны осы. Төкең ол жағызбен жүрмейді. Ол жағыз онымен жүреді. Қалай түсінбейсің? Түсінбейтін не бар, ұнататын шығар. Ал егер ұнатпаса жігіт емес пе? Қыздың жетегінде кете бере ме? Айтып отырғанның бәрі рас. Оның бер жағында менікі де қып-қызыл зорлық. Әр адамның өзіне лайық мінезі, сезімі, арман тілегі бар ғой. Сол Забира кейін оқуды бітіріп, өз ауылында мұғалім боп істеп, біраз жүріп қалады да, ақылды қатыны өлген 5 балалы тракторшыға күйеуге шығады. Ал біз Бөлеген екеуміз қоймай жүріп ақыры Төкеңді ол жағыздан ажыратып алдық. Арада 5-6 ай өткенде Төкең келіп тұр, мен үйленетін болдым. Кімге? Сен танымайсың, институтта оқиды. Аты Света. Орыс па? Жоқ, қазақ. Дұрысы Сақып Жамал болуы керек. Болуы керегіне ойбаяу, атын да анық білмейсің. Ал фамилиясы кім? Кімнің қызы? Не жұмыс істейді?
Төкең бірін білсе, бірін білмейді. Егер білмесеңіз, анығын мен айтайын. Ол келіншектің шын аты Сейпі Жамал. Сақып Жамал оның әпкесінің аты. Жұртпен танысқанда өзін кейде Света, кейде София, кейде Сәпия, кейде әйтеуір солай айта береді. Өзі Қызылорда жақтың қызы. Кооператив техникумда 4-ші курста оқиды. Кешке ресторанда даяшы болып істейді. Сенің де білмейтінің жоқ. Бірақ ол менімен жүреді. Қазір 2 қабат. Енді мен іші білініп қалғанша үйленуім керек. Әйтпесе жұртқа масқара боламыз деп Төкең шарасыздық танытты. Тіліме көнсеңіз үйленбей тұра тұрыңыз. Ақыры той жасап жұртқа жарияламай, өз білгендеріңізді істеп жүр екенсіздер ғой, солай тұра беріңіздер. Мен сізге айтайын, қазіргі тұрған пәтері жалдап алған баспанасы емес, бір дәудің берген сыйы. Іштегі баласы да соныкі болса керек. Төкең біздің бөлмеден басы салбырап шықты. Болған әңгімені Бөлегенге айтып бердім. Ойбай деп. Інісі өзін қойырға жер таппады. Мен сорлы ағам қашан көрсең, өңшең бір сұмырайға жолығады да жүреді. Енді қайттым. Қайтетін ешнәрсесі жоқ. 3-4 күннен соң Төкеңнің екезуі 2 құлағында, қуанышы қойнына симай жетіп келді. Мына үйленіп қойған ба деген арам ой сап ете түсті. Келі мені құшақтай алды. Рахмет саған бауырым. Мені бір анық пәледен құтқарып қалдың. Сенің айтқаның бәрі рас болып шықты. Менің үйленгенім дегенім сол-ақ екен. Света жайылып салды. Үйленген соң апаңды осында алып келеміз. Ауылдағы үйді, мал палын сатып, мына пәтер менікі, мұны да сатып үлкен үй аламыз дейді. Ең қызығы медкарточкасынан оқып қалдым. Ішіндегі баласы 5 айлық екен. Ал біздің танысқанымызға 3 айда болған жоқ. Сонымен Төкеңді тағы да жыратып алдық. Қазақ айтады, момынға күн жоқ деп. Ал біздің Төкең момын ғана емес, аңқауда. Кім не айтса соған сенеді. Өзі өтірік айтпайды, ешкімнің ақысын жемейді. Тіпті өзінде болса барын бере салады. Нағыз тесік қалтаның дәл өзі. Төкеңді біресе ол жағыздан, біресе Светадан ажыратып жүріп, біз институтты бітірмей жатып, Бөлеген Айғанымға мен Марияшқа үйленіп алдық. Әрқайсымыз 2 балалы болып, сол кездегі тәртіппен әскерге де бармадық. Ал Төкең сол бойынша сүрбойдақтың қамытын киіп, сопайып жүріп қалды. Зауыттан бір бөлмелі пәтер бұйырып, анасының қолына алды. Бөлеген жолдамамен Созаққа кеткен. Мен инженер келіншегіммен қалада қалдым. Күнделікті тәш-пішпен Төкеңді іздей қоймадық. Тағы 1-2 жыл өткенде үйленді-ау сүрбойдағы ағамыз. Алған әйелі Айымкүл, ақсары келген, ашық жарқын адам екен. Бұрынғы күйеуі суға кетіп, қайтыс болыпты. Әспетте Төкеңнің реңі кіріп қалыпты. Үсті басы мұнтаздай, көйлегі түктеулі, тамағы пісірулі, еркек бейшараға көп нәрсе керек емес қой. Біз отбасымызбен сиректе болса араласып тұрдық. Тек соңғы кезде үйлерінде солақпандай бойдағы жігіт пайда болды. Бір жолы солардікіне барып келген соң, Марияш жағымсыз әңгіменің шетін шығарды. Айымкүлден бір нәрсе сұрамақшы болып, кухняға кірсем, әлгі жігітпен екеуі қол ұстасып алған, бір-біріне үздіге қарап тұр. Содан қорқып кетіп коридордағы ваннаға кірдім де, суда ағызып бетімді жуа бердім. Сен де бір қызық екенсің, қай-қайдағын айтып. Ол жігіт Төкеңнің қимас дос емес пе? Төкеңді қайдам, ол Айымкүлмен де дос болып алыпты. Осыдан бір бәле шықпаса көрде тұр. Егер бір бәле шыға қалса, барып ажыратамыз да оған үйрендік қой. Бірақ сен тағы біреуге бір нәрсе деп жүрме. Шынымен Марияштың күдігі рас болып шыққаны ма? Осыларды ойлап болғанша Бөлеген де келіп қалды. Жақында ғана сатып алған тозығы жеткен Москвичінде осы қалада тұратын, қазір атағы жұрт аузында жүрген ақын досы Мұхан, милицияда істейтін нағашысы Әшірәлі отыр екен. Мен де барып қосылдым. Төлегеннің әйелін сен жақсы білесің ғой, деп маған қарады формасындағы Әшірәлі. Жағдайды түсіндірші өзің. Не түсіндіретіні бар, бара көреміз ғой. Енді Бөлеген болса ауылда, Төкеңмен жиі болмаса да араласып тұрамыз. Ал мына әңгімені өткенде Бөлегеннен естігенмін. Өтірік шығар деп қойғанмын. Жақында Бөлегеннің үйіне барсам, апасы жылап отыр. Бар болғаны осы. Бір бөлмелі үйінде Төлегеннің досым деп жүретін жігітінің бірге тұрғаны рас па? Рас. 2 жылға таяп қалды шамасы. Жақында бөлек шыққан көрінеді. Бөлек шыққаны құрысын қыларын қылып болған соң деп Бөлеген сөзге араласты. Айымкүлдің туған баласы тура сол бәледен айнымайды. Барған соң көресіздер ғой. Енді Айымкүл не дейді? Не деуші еді? Мойындайды дейсіз бе? Ант су ішіп адалмын деп жылайды. Әне-міне дегенше Төлегеннің үйіне келдік. Әйелі де өзі де үйінде екен. Төкең аңқылдап, құшақтап, амандасып, бәрімізді төрге сүйреп әлек. Ал Айымкүл болса іші бір жағымсыз нәрсені сезгендей сазарып, бозарып шыға келді. Милиционер емес пе баяғы? Әшекең
Шай ішіңіздер дегенде қаратпай Төлеген мен Айымгүлді алдына отырғызып қойып, сұрақтың астын алды. Ай Төлеген, әлгі жолдасым дегеніңнің аты кім еді? Ол саған қандай жолдас, үйінде қанша уақыт жүрді? Қазір қайда? Онымен баяғыда әскерде бірге служит еткенбіз. Аты Бағдат, өзі Түркістанның жігіті, әйелінен ажырап, жұмыссыз сандалып жүр екен. Зауытқа орналастырып пәтер тапқанша үйде жүре тұр деген едім. Сол 2 жылдай жүріп қалды ғой, жақында ғана пәтерге шықты. Сенмен бірісімен де істей ме? Жоқ, басқасымен де. Барлық жағдайын жасап беріпсіз ғой, 2 жақты жұмыс істесін деп. Ақын жігітіміз түсініп қарқылдап күліп жіберді. Біз де күлдік. Төкен бейшара басын төмен салып мүсәпір халге түсті. Ал келін шырағым, деді Әшекең Айымгүлге қарап. Біздің неге келгенімізді шын сезіп отырған болар. Шыныңды айт, әлгі Бағдатпен араларыңда бір нәрсе болды ма? Жоқ деп ыршып түсті Айымгүл. Бәрі өтірік, әшейін енемнің айтып жүргені. Әйтпесе не көрініпті? Қасымда байым, басымда баспанам бар. Қалай сенесіздер сондай сөзге? Айымгүл қыстығып жылап жіберді. Мен біртүрлі болып аяп кеттім. Онда шақырыңдар ол жігітті, сөйлесейік. Бөлеген қасына Мұханды ертіп машинасымен тез барып Бағдатты алып келді. Ұзын бойлы қарасы жігіт отырғандардан қол беріп амандасып, басын төмен салып бір шетке отырды. Әшекең енді оны сұрақтың астын алды. Ал жігітім, біз сенің үстіңнен түскен арызды тексеруге келдік. Сенің мына Айымгүл келінмен қандай байланысың бар? Ешқандай, тек жүретін жерім болмай біраз осында тұрдым. Төкеңнің өзі қалағаныңша жүре бер деген. Сен өзі қандай адамсың? Жүре бер десе жүре бересің бе? Айналдырған жалғыз бір бөлмелі үй. Мұның қай жағына жатасың? Келген кеткеннен де ұялмайсың ба? Сен еркек емес, еш шығарсың. Қазір ана бесіктегі баланы көреміз. Одан кейін не дер екенсің? Ал Айымгүл келін, сен де мойындамай отырсың. Енді бәрібір жақсы болмайды. Шешесі мен інісі сырт айналған соң сенен ажырасады. Одан да мына жігітпен байланысқан болсаң, мойында да осының етегінен ұста, деді Әшекең ашу шақырып зілдене сөйлеп. Мыналардың жүріс тұрысынан, бұған айтқан сөздерінен бәленің бәрін біліп қойды ғой деймін. Әкеліңдер баланы. Айымгүл сүйретіліп бесікке барды да көтеріп беріп сылқ етіп отыра кетті. Содан дауыс салып жылап жіберді. Бәрі рас, Төкеңнің көзіне шөп салдым. Кешіріңіздер мені. Төлеген, кешір алсаң кешір мені. Мен бұл әңгіме дәл осындай тез бітеді деп ойламаппын. 2 жақта мойындамай құр бекерге біз жаманатты боламыз ғой деп едім. Бірақ қылмыс істеген адам қылмысын мойнына тастамай үнемі көтеріп жүреді деген сөз рас болса керек. Жаратылысы нәзік Айымгүл шыдай алмай-ақ кетті. Бұл жерде әрине бір сүйіспеншілік болмаса керек. Ұзақ түндерде келіншекпен оңаша қалған арам жігіт дегеніне жеткен. Бәріміз біраз уақытын түнсіз қалдық. Айымгүл отырған жерінде отырып қалды да, Төлеген не істерін білмей, 2 қолын жұдырықтап алып бір-бірімен соққылап тісін шықырлатты. Жүгіріп барып Бағдатты болмаса Айымгүлді сабайтын шығар деп ойлап едім. Еш нәрсе істемеді. Құрашейін өзінен өзі кіжініп қала берді. Үнсіздікті тағы да Әшекең бұзды. Ал енді Айымгүл, шырағым, сен жинал, киім-кешегіңді алып бесігіңді көтеріп, мына тапқан жігітіңнің соңынан ер. Әшекең айтты, бітті. Айымгүл шифонерді ашып киім-кешегін, баланың жаялығын буып түйіп салбырап бесікке жақындады. Бағдат барып бесікті көтерді. Мынаның үйінде көрпесі де жоқ шығар, бір көрпе жастық бер, деп Бөлеген Төкеңе қарады. Осы сөзді күтіп тұрғандай ол жүгіріп барып 2 көрпемен 2 жастықты көтеріп алып шықты. Содан бері қаншама жыл өтті. Алғашқыда енді үйленбеймін деп жүрген Төкеңді қоймай жүріп, Айғанымның отырып қалған жақын сіңлісіне үйлендірдік. Енді ағайынды екеуі бір-бірімен бажа болды. Қазір 3 бала, 1 қызы бар. Оның үстіне баяғы Маржаннан туған баласын да алып келген. Төкең оны үйлендіріп басына баспана соғып берді. Келіні өте пысық боп шықты. Төкеңе тартқан 2 баласын сүйрелеп, апта сайын үлкен үйге келіп тұрады. Ал Маржан үлкен баласын сыйыстырмаған күйеуінен ажырап кеткен. Қазір одан туған қызымен екеуі ғана. Айымгүл болса оны баяғы еркек артыншақ тастап кетіпті. Аяғын аңдамай шалыс басқан келіншек еркектің тепкісінен кейін азып тозып бұл өмірден баз кешіп кетпекші де болған, бірақ кете алмады. Балпанақтай болып өсіп қалған баласын да қимады. Ол ақыры біреулерге айтып жүріп, баланы баяғы суға кеткен күйеуінің атына жаздырып алды. Қазір соның тілеуін тілеп отыр. Бұл әңгіме толығымен болған оқиға ізімен жазылды. Әрине, кейіпкерлердің аты жөнін түгелдей өзгертілді. Егер олар бұл әңгімені оқи қалса, өздерін тез танып алары анық. Кей кезде Төкеңнің тағдырына араласып жүрген тұрған қыз келіншектерінен ажырастырғанымыз дұрыс пе еді, жоқ бұрыс пе еді деп ойлап қоямын. Ей жігіттер, деді Сабаз,
Сендердің ертектеріңе әбден тойдым. Ана қызбен таныстым, мына қызбен жүрдім дейсіңдер. Осы бұл жылдардың десіп келе жатқаныма биыл тура 5 жыл толады. Тындырған түктерің жоқ. Тек мына Оралбай ғана нағыз жігіт 2 рет үйленіп үлгерді. Қане келісіп алайық. Қазір мен мына бөтелкені айналдырамын. Аузы кімге қараса сол шынын айтатын болсын. Біз 5 жігіт едік. Соңғы курстың студенттеріміз. Жылдағыдай мақта терімінде жүріп жатырмыз. Кешелі бері жауған жауын жан рахаты болды. Көрпенің астына кіріп алып ұйықтадық ай келіп. Енді міне оңашаланып алып совхоздың қызыл виносын ермек қылып жатырмыз. Сабаз винодан босаған шөлмекті шыр айналдырды. Бөтелкенің аузы Есентайға қарап тоқтады. Ал Есентай шыныңды айт деді. Сабаз жағадан алғандай болып, қанша қыздың шаруасын бітірдің? Ешкімнің де деп шірете қалды Есентай. Мен қыздардың қолын алып амандасқаным болмаса, одан әріге барған емеспін. Жаның шықсын деді Боранбай. Өткенде айтып едің ғой, Гүлжанмен болдым деп. Кешір деді Есентай жалбарына қарап. Әшейін аузымнан шығып кетіпті. Ай сілімтік-ай, өзім де солай ойлап едім. Осыдан ондай еркекті қайдан шықсын деп. Мен Есентайды жақсы білемін. Бір қарағанда қабілетті жігіт, сабақты жақсы оқиды, аздап домбыра тартып әнде салады. Спортсмен, институт футбол командасының қақпақшысы, әттең, ерік күші жоқ. Кім не айтса соны орындауға мәстір. Есентайдың Гүлжанмен жүргенін де рас. Онда да қыздың икемдеуімен. Кім білсін, пысық Гүлжан институтты бітірген соң сопайу ауылға қайтпай-ақ қояйын. Осы бір сыдырғы Есентайға тиіп алайын деді ме. Курстас құрбысының үйлену тойынан шығып, шүрегендей қылып жатын бөлмесіне алып келсе де, таң атқанға дейін түк бітірмепті ғой Есентай. Есентай, сен түсінікті болдың деп Сабаз бөтелкені алып қайта айналдырды. Кезек Оралбайға келді. Менің сырымды бәрін білесің ғой. Несін айтамын деп қашқақтады ол. Бірінші қатыныңды қалай алдың? Кейіннен неге қоя бердің, соныңды айт деп мәселені төтесінен қойды Сабаз. Айтсам, менің әке-шешем кәрі кісілер ғой. Бұрынғы туған балалары бірінен кейін бір шетінеп, жалғыз өзімді әзер ұстап қалыпты. Жасым 18-ге толар-толмаста қойырда қоймай үйленуге көндірді. Сол бірінші курсты бітірген жылы жазда әперем деген қызын алмай өзім ұнататын Ақсұлуды алып қаштым ғой. Шындығында мен өзім емес, ауылда қалған ұрдажық құрдастарым көрші ауылдан алып қашып келді. Бірақ сүйдім деген Ақсұлуым көнбей қойсын. Ауылдың барлық қатындары жабылып, басына орамал сала алмады. Ақыры болмаған соң жеңгем, еркек болсаң әрекетіңді қыл деп құлағыма сыбырлап мені қыз отырған бөлмеге кіргізіп жіберді. Ақсұлу жаным деп қасына жақындап барып едім, қатты бір нәрсемен бетіме салып кеп жібергені көзімнің оты жарқ етті. Мұрнымда зақымданған болу керек, жылымшыған саулап қоя берді. Теріс айналып тұра жүгірдім. Сонымен не болды? Не болушы еді? Мұрнымнан қан аққанды әзер тоқтаттым. Ақсұлуды үйіне апартқызып тастадым да сол түні әкем айтқан қызды алып келдім. Бірақ бірге тұра алмадық. Сендерге өтірік, мағансың тура тіреуліктерсің. Тұр десең тұрады, жат десең жатады. Не қылығы жоқ, не сөзі жоқ, мыңқ етпейді. Айналып келіп үндемей тірлігін істей береді. Тіпті ажырасқанда да ләм-мим демеді. Мына Сабаздың 2 қыз алды дегені осы. Жігіттер, сен қыз алмағансың, қуыршақ алғансың деп әбден күліп алды. Бір-бірден қырлы стаканды толтырып алып, тартып жібердік. Тағы бір шөлмек босады. Сабаз бөтелкені шыр айналдырып еді, енді аузы өзіне қарап қалды. Мен соңынан айтайын деп Сабаз бөтелкені маған ыңғайламақшы болды. Төрде отырған Боранбай гүр өтті. Қазір айтасың, жасызда бізден үлкенірек, кеуделі де келісті келген Боранбай біздің көшбасшымыз секілді. Төменгі курстың студенттерін есіктегі бөлмеге асырып тастап, бүгінгі оңаша отырысты ұйымдастырғанда сол. Біздің тұяғымыз да қимылдаған жоқ. Боранбай айтатындай інішектердің бірі вино, бірі шай әкеліп есікті сыртынан жауып шығып кеткен. Мен айтсам деп біраз ойланып қалды Сабаз. Өздеріңе талай айтқан Теңгегүл мен Баян туралы хикаялардың бәрі рас. Менен бір класс жоғары оқитын Теңгегүл маған махаббаттың қыр-сырын үйретіп, ақыры мектеп бітірген жылы әскерден келген жігітке күйеуге түйіп алды ғой. Ғашықтыққа елтіп қалған мен байғұс сөзімді қойырға жер таппадым. Тіпті асылып өлмекші де болдым. Бірақ жан тәтті ме жоқ, сол жігітті өлтіруім керек деп өзіме серт бергендіктен бе әйтеуір әзірге дейін аман жүрмін ғой. Сабаз өзінің сөзіне өзі бір күліп алды. Ал Баян өзі жұдырықтай, өзі әдемі қылықты бәле еді ғой. Турасын айтсам, Баян Теңгегүлдің ағасының қызы еді. Алғашқыда менің хатымды Теңгегүлге тасып жүретін, кейіннен екеуміз жүріп кеттік. Мен осында 1-ші курсты бітірген жылы Алматыға барып оқуға түсті де, бір аспиранттың үйінен бірақ шықты. Ай Сабаз, өзің айтпақшы былшылдай бермей төтесіне көш деп күзілдеді Боранбай. Төтесіне көшсем, менің бетімді алғаш ашқан сол Теңгегүл болды.
Мектепте жүргенде ме деп елең ете қалды Есентай. Жоқ, осыдан 2 жыл бұрын күздің күні еді. Советский көшесімен салып ұрып келе жатсам, менен көзін алмай Теңгегүл алдымнан шыға келсін, күйеуге тигелі көрмеппін. Екеуміздің хикаямыз мектепке ғана емес, бүкіл ауылға аян болған еді. Оның бер жағында бізге ағайын болып келетін күйеуі қызғаншақ деп еститінмін. Не керек өкпелеген тұртантып Теңгегүлге бір ретте жолықпағанмын. Иә, жігіт қалың қалай деп жайраңдап амандасты ол. Қыз кезінде етсең деді, әжептәуір ысылыпты. Жағы сопайып, көзі бақырайып, солқылдақ келіншек болыпты. Екеуміз аттам жердегі саябаққа барып, ұзақ әңгімелестік. Сені сағындым деді ол. Қатты сағындым. Мектепте жүргенде біздің махаббатымыз жай әшейін ермек көрінетін. Мен сені әпкең сияқты жақсы көретінмін, бірақ кейін күйеуге шыққан соң қатты өкіндім. Теңгегүл мені сол күні кешке осындағы әпкесінің үйіне шақырды. Барсам 4 адамға лайықтап стол жасап қойыпты. Жездем мен әпкем жұмыстарынан кешігіп жатыр, келіп қалар деп дастархан басына шақырды. Тамақ жедік, бөтелкелерді алып коньяк іштік. Патефонға пластина қойып екеуден екеу биледік. Ақыры ешкімнің де келмейтіні анық болды. Теңгегүл мені төсекке қарай жетеледі. Қарсыласқаным жоқ. Сол күні таң атқанша өң мен түстің арасындағыдай күй кештім. Теңгегүл бірде ыңырсып, бірде қыстыға жылап, құшақтап сүйіп, есімнен тандырды. Мен өзімнің не істеп не қойғанымды білмедім. Таң ата ұйықтап кетіппін. Түс қайтқанда әзер ояндық. Зәр қыстап кеткен екен. Жуынып шайынып дастархан басына қайтар олдық. Сен бала жігіт болып қалыпсың ғой деп сықылықтап күлді Теңгегүл. Менің қыздығым саған бұйырмаған еді, есесіне сен мені ауыздандырдың. Соңғыла Теңгегүл менің әлі ешкімнің етегін көтермегенімді қайдан біліп қойды екен. Орнымнан тұрып барып сүймекші болып едім, жолатпады. Жә жетер енді, осы тойғаныңа риза бол. Сағынып келіп едім, мауқым басылды. Сен менің алғашқы да соңғы махаббатым болып қала бересің. Мен ертең елге қайтамын. Іздеп әуре болма. Жоқ деп айқайлап жібердім. Мен сенен енді айырылмаймын. Мәңгі бақи бірге боламыз. Мен сені сүйемін, Теңгегүл. Имандай шыным. Сенсіз өмір сүре алмаймын. Мен жылап жібердім. Көзімнен жас парлап ақты. Жүгіріп барып Теңгегүлді құшақтап сүймекке тағы әрекеттендім. Тоқтат деп ашулы тіл қатты Теңгегүл. Мен сені жігіт болыпсың деп бекер айтыппын. Әлі бала екенсің, есіңді жи, мен біреудің басыбайлы қатынымын. Кімді алғаш көрсем, сонымен ағарамын. Теңгегүлдің діні қатты екенін бұрыннан білетінмін. Мына тірлігіне түсінбей қалдым. Әйел баласының қитұрқысы көп деуші еді әкем, рас екен. Не керек, басым салбырап жатақханаға қайттым. Сабаздың әңгімесінен кейін бәріміз үнсіз қалыппыз. Есентай құй деп әмір берді Боранбай. Қырлы стакандарды соғыстырып тағы ішіп алдық. Әй Сабаз, одан кейін не болды деп сұрады Оралбай. Ештеңе де болған жоқ, Теңгегүлді қайтып көрген емеспін. Іздеп бармақшы боп талай оқталдым, бірақ бара алмадым. Ал Баян ше? Ол Баянның күйеуі параламын деп сотталып кеткен. Осында оқитын құрбысының жақында сәлем айтып адресін беріпті. Хабарласуға құлқым болмады. Ал болдыңдар ма деп сөзге ыңғайланды Боранбай. Ал мына коммунистен бәрібір ешнәрсе шықпайды деп мені нұсқады. Өліп өшкен Анжеласының некесін қиып той жасағанға дейін бір талшасын жерге түсірмейді. Енді мені тыңдаңдар. Ауылдағы орталау мектепті бітірген соң әрі қарай оқи алмадым. Жақын жерде орта мектепте болмады. Оның үстіне әкем жылқы бағуға жәрдемші де керек болды. Біздің Шаянның жері шүйгін ғой шіркін. Қысы жазы жылқылар өз аяғымен тамағын тауып жейді. Тек ит құстан аман сақтасаң болғаны. Бірақ жас адам жеке жүргеннен жалығады екен. 2 жылдан соң оқимын деп қиғылық салдым. Ақыры болмаған соң әкем совхоздың орталығында тұратын Жамағайын туысымыздың үйіне апарып тастады. Үйдің егесі 2 жыл бұрын аяқ астынан ауырып қайтыс болып кеткен еді. Артында әлі мектепке бармаған 2 баласы қалған. Әйелі мені жаныма жалау боларсың деп жақсы қабылдады. Расында да ауыл жағдайында еркексіз үйдің күні қараң. Малға қарап, малағын шығару керек, отын жарып, жоңышқа ұру керек. Енді соның бәрі менің мойнымда. Оның бер жағында орталыққа қатынағандарға шешем сыққан майы бар ма, қақтаған еті бар ма, сыбаға да беріп жіберді. Бәрі ойдағыдай еді. Әңгіменің қызығы қар жауып, күн суыған соң басталды. Жеңешем алдымен қоржын тамның екінші жағында жатқан мені жаурап қаласың деп от жағылатын өзінің бөлмесіне кіргізіп алды. Байқаймын, күн өткен сайын төсектеріміз жақындап келе жатқандай ма? Мен де тірі жанмын ғой, төсекке жатқан соң жеңешемнің демалысын, жүрек соғысын тыңдай бастаймын. Бір күні маған қарай жалаңаш білегін созғандай болды.
Одан әрі шыдам қалмады. Лып етіп төсегіне кіріп бардым. Кет әрі деген жоқ. Ауа жетпей алқынып құшақтай алдым. Не керек, бір қолыммен көйлегін көтеріп жіберіп, резиналы лыпасын сирағынан асырып сыпырып тастадым. Өзімді де ыңғайлап екі санның арасына кіре бергенде масқарам шығып, бойымнан қуатым құйылып-ақ кеткені. Тыз ете қалған бір ұрттам нәрсе кеудесіне қарай шашырады. Ойбу, мырзағай, байқасаң қайтеді, дейді жеңешем, тура бір үстіне шай төгіп алғандай. Ұяттан өртене жаздап, өз төсегіме кеп жаттым. Жүрегім дүрсілдеп кеудемнен шығып кете жаздады. Жеңешем шырағын жағып, үсті басын жуып тазалап, шкафтан таза көйлегін алып ауыстырды. Шамды сөндіріп орнына жатты да қолын созып мені өзіне тартты. Болары болды, енді алмай-ақ қой, деді. Ағаң болса өлді, Құдай алдында да күнәһар емеспіз. Өзің билеп төстей бер. Құшағымыз қайта айқасты. Бұл жолы мүлт жібергенім жоқ. Ертеңнен бастап үйге бөтен біреу қонып қалмаса төсекті бірге салатын болды. Тура ерлі зайыптылардай тұрып жаттық. Тіпті каникул кезінде де қора салуды сылтауратып осында қалып қойдым. Мектепті бітіріп қалаға аттанарда жылап тұрып көңілдегісін айтты. Мырзаға айналайын, байымнан көрмеген қызығымды сенен көрдім. Енді аяғыңа тұсау болмайын, оқуыңды жалғастыр. Бірақ үйленгеніңе шейін мені ұмытып кетпе. Тағы бір айтайын дегенім, менің ішімде 3 айлық бала бар. Мақұл десең сенің ескерткішің болсын, туып алайын. Жұрт өсек қылса қыла берсін, кімнің көлеңкесі түсіп жүреді маған. Қалауың білсін, деді мен. Боранбай, сен қазір де бір жесір келіншектің үйінде квартирада тұрмайсың ба деп сөзге қыстырылдым. Иә, сол жеңгем ғой. 1-2 жыл күліп қарсы алып, жылап шығарып салып жүрді де, ақыры қалаға көшіп келген. Осыдан барған соң некеге тұрмақшымын. Осы кештен кейін Боранбайға аса бір құрметпен